Bismillahirrahmanirrahim. Bizde Dersul Hadi Aşara 11-ci dərs. Енді бұл жерде шығарма. Енді біз қаншама сөздер жаттадық, нелер жаттадық. Тапсырма өзіміздің шығармамызды жазамыз. Осыған ұқсас. Бейти дейді, үйім дейді. Өз үйімізді сипаттаймыз. Бейти менің үйім. Бейти әмәмәл мәсжиди. Мағынасын білесіздер ғой да? Әмәмәл мәсжиди. Бейти жәмилун. Бұны да білесіздер. Фихи хадиқатун сағиратун. Хадиқатун дегенне бақша. Кішкентай бақша бар. Хадихи ғурфатун. Бұл бөлме. Фиха нафидатун. Нафидатун дегеніміз не? Терезе. Бөлмеде терезе бар. Кабиратун. Үлкен. Ва және де мирвахатун. Вентилятор бар. Вентилятор. Желдеткіш. Жәмилатун. Ол әдемі. Желдеткіш, әдемі желдеткіш бар. Хада сарири. Бұл менің төсегім. Сарири. Ва хада курсиюн. Ал мынау орындық. Ва хада мактаби. Ал мынау менің партам. Саати. Менің сағатым. Ва қалами. Менің қаламым. Ва китаби. Және менің кітабым. Алал мактаби. Партаның үстінде. Ва хақибати. Ал менің сөмкем. Тахтал мактаби. Партаның астында. Тахта дейміз астында. Нафидатун ғурфати. Нафидату ғурфати. Менің бөлмемнің терезесі. Мафтухатун. Ашық. Хадихи ғурфату ахи. Бұл менің бөлмемнің бауыры. Бауырымның бөлмесі. Ва тилка ғурфату ахи. Ал анау ухти. Менің апамның бөлмесі. Немесе қарындасымның бөлмесі. Ғурфату ахи. Бауырымның бөлмесі. Кабиратун. Үлкен. Ва ғурфату ухти. Ал қарындасымның бөлмесі. Сағиратун. Кішкентай. Ғурфату ахи. Бауырымның бөлмесі. Амама ғурфати. Менің бөлмемнің алдында. Ва ғурфату ухти. Ал қарындасымның бөлмесі. Амамал матбах. Кухняның алдында. Ли менде ахун. Бауыр бар. Вахидун. Бір бауыр. Исмуху Усама. Оның есімі Усама. Вали ухтун. Және де менде не бар? Қарындасым бар. Вахидатун. Біреу. Исмуха Суада. Оның есімі Суада. Әби ва умми. Әкешім және анашым. Фитилкал ғурфатил кабира. Ана үлкен бөлмеде. Ана ухиббу әби ва умми. Мен әкем мен анамды жақсы көрем. Ухиббу ахи ва ухти. Және де бауырым менен қарындасымды жақсы көрем дейді. Осындай шығарма жазамыз тапсырма. Тәмәрин. Тапсырмалар. Иқра вактуб. Оқимыз және жазамыз. Ман фи хадал бейти. Бұл бөлмеде, бұл үйде кім бар? Фихи хамидун. Ол үйде хамид бар. Енді қараңыздар. Фил бейти деп айтпайсыз. Фихи деп айта саласыз. Ол жақта хамид. Ол жақта деп мағына біледі. Мада фил хақибати. Сөмкеде не бар? Фиха. Көрдіңіз бе? Осы жерде фиха деп айта саласыздар. Фил хақибати деп айтпайсыздар. Фиха. Ол жақта кітабым, китаби, қалами, дәфтәри бар. Мән фис сайярати. Машинада кім? Фиха. Ол жақта. Көрдіңіз бе? Машинада деп айтпайсыз. Ол жақта әби, умми, ахи, ухти. Мән фил мәсжиди. Меште кім? Әл-джамиатил ән. Қазір орталық меште кім? Орталық меште кім бар қазір? Әл-мәсжид джамиат дейміз орталық меште. Мә фихи ахадун. Жоқ ол жерде ешкім. Мән фи хадихил ғурфа. Бұл бөлмеде кім бар? Фиха мудир. Ол жақта бастық бар. Иқра. Оқы дейді. Ухиббу әби ва умми. Мен анамды, әкемді анамды жақсы көрем. Ухиббу ахи ва ухти. Ухиббу замили. Ухиббу устади. Ухиббу Аллах. Ухиббу набия саллаллаху алейхи ва саллям. Ухиббу луғатал арабия. Осымен 11-ші дәріс бітеді. 11-ші дәрістің маңызды несі ол не? Шығарма дайындап келу.